Жансая соңғы кезде қолпырып жүр, құрметті оқырмандар. Бүгінгі лук обзы деген көрсетіп қояйын. Кеше көйлегіңізді түсірген комментарийді оқыдыңыз ба? Оқыдыңыз ба видеоның астына? Не деп жазған адамдар сын типа ашық киген сияқты деп жазған. Да? Иә. Көрмесем? Көрмесем қызық екен. Өзіңіз қалай ойлайсыз, кешегі көйлегіңіз қатты ашық болды деп ойлайсыз ба, әлде жоқ норма? Тұрғанда нормально. 4 сағат тұру керек еді. Отырып қалсам. Ринат мырзаның көңіл күйі қалай екен? Көңіл күйім жақсы. Өзіңіздің номинацияларда болғаныңызға қуанышты болдыңыз ба? Айттым ғой, маған қандай номинацияға түскенін әркімнен баяғыдан дей беремін. Бірақ енді кейбір адамдардың әңгімелерін естіп қойып отыр. Егер де номинацияға кірмесек, мына жерде бір паника болатын сияқты. Мәссаған. Иә, бір кімді айтқанын естіп қалдым да. Сөйтіп айттым. Не қайтып көресіз. Қайсыз. Одан кейін бірақ бүгін енді әп-әдемі. Иә. Мына жағым мына жерден бастап алсам, иә. Солай. Өзіңізді әлі де номинациядан күтесіз бе? Мен кеше сәл ренжігенім бар. Неге мен номинация жоқ пен неге дегенше. Аха. Бірақ енді өзім білем әдем екен. Біраз адамдарды жазады, Жансая өте деп. Рахмет. Жалпы осы жылы біздің болған жылдағы мисс, мен ойлаймын, ең кәдімгідей бүйтіп бір тартысты өткен мисстардың бірі болды. Себебі бұл жерде өте көп конкуренция болды. Қыздардың барлығы өте әдемі болды. Бәрі ұзын, бүкіл критерияға келеді. Күшті ән айтатыны, күшті билейтіні де болды. Түрі де ерекшесі болды. Барлығы болды. Жалпы Мен болмасам, онда көрсетем деді ма? Хайбай көтерем деп. Мәссаған. Кім екенін айтпай ақ қояйын, бірақ көреміз соңында результаттарын қалай болады екен. Демек бүгінгі эфирде біраз адамның мінезін көрейін деп тұрмыз, иә? Бүгін енді айтады ғой тағы кімдер бар екен? Айтады, бірақ енді андай да мен ойым бойынша номинацияға электпе. Сами болған халықтың көз алдында көз ойымда қандай болып қалдым, қала берген дұрыс болады да, оған ешкімнің ренжесі жоқ қой. Иә. Редакцияға жалпы айтамын анау деп. Демек алмай қалсаңыздар ренжіп жазбайсыз, иә? Айтпайсыз. Ой, мен маған да отыра беремін. сондықтан бұл жылы кәдімгідей негізі өте ауыр бір мисс кезеңі болды деп айтсам да болады. Енді білмеймін, жалпы көп қыз лайықты болды, бірақ мен бүйтіп іліп айтар едім, маған өзіме жеке ұнағаны, өнері болсын, таныстыру болсын, маған Айгүл мен Айдананікі өте бір достойны болып көрінді. Кәдімгідей көрініп тұрады ғой, бір андай бір ерекше жұмыс сондай болып көрінді. И маған тұлға ретінде қызық болды бұл адамдарды тануды, көруде. И басқаларынікі тоже солай болды, бірақ осы екеуінің уровені жоғары болды ма деп ойлаймын.